Ісің оңсын десең, сол істің маманы бол. Даңқым шықсын десең, көпшіліктің адамы болды. Әл-Фараби атамыз айтпақшы, өз ісінің маманы бола білген. Жас маманнан директордың бастауыш сынып бойынша орынбасар қызметіне шейін жеткен тәжірибелі ұстаз. Студиямызда Гүлбану Жеңісқызы. Ұлықтаймыз. Қайырлы күн, Гүлбану Жеңісқызы, студиямызға қош келдіңіз. Сізді енді келе жатқан төл мерекеңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Және де биыл ғана толып отқан мектебіміздің ашылғанына 20 жыл толып отыр. Ол төл мерекеміз, мерейтойымызды шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы енді осыдан 30 жыл бұрынғы уақытқа кері қарай қайтып үңілетін болсақ, сіздің жас маман кезіңіз, мектепті, жалпы осы мектепке алғаш қадам басып жатқан кезіңіз, ұстаздық жолы туралы бізге қысқа айтып кетсеңіз. Рахмет. Енді ол күн әрине әлі күнге дейін есімде. Осыдан 32 жыл бұрын деп айтуға болады. 1988 жылы педагогикалық колледжді бітіріп, жаңадан бітірген жас маманмын. Жаңақала ауданы Мачексай ауылының және Екпінді деген шағын комплектілі мектептен бастадым. Ол уақытта енді шағын комплектілі мектепте бала деген өте аз. 4 қана баламен бастадым мектебіміздегі жұмысымызды. Ең алғашқы күнім әлі күнге шейін әлі есімде, қызықты күндер болатын ол. Мен үшін өте қиын да қызықты күндер болатын. Ең алғашқы барғанда ол өте бір сондай ауылдық жер, құмды ауыл, тек қана 15 қана үйі бар. Малшылардың балалары оқитын ғана шағын комплектілі мектеп болатын. Енді жас маман ретінде мен әрине ондай қиындықтарды ештеңе сезбестен, сондай бір жалындаған, сол уақытта бір сондай оқу бітіріп, жұмысқа деген сондай құлшыныспен бардық. Барған болатынмын. Енді алғашқы күнім әлі есімде. Бір сондай үлкен машинаменен құмды ауылға барып, бір 4 сағаттай жол жүріп бардық. Барғаннан кейін ата-аналардың да жалпы ауылдың адамдары жақсы ғой, мейірімді, жомарт, барлығы мені құрақ ұшып қарсы алып, мұғалімің келді деп. Енді кейбірлердің ата-аналардың айтқандары әлі күнге дейін есімде. Ойбой, мұғаліміміз кішкентай қыз ғой деген. Мынау қалай сабақ береді деген сияқты. Өзімде бірінші күні барып, әрине мен ондай күткен жоқпын. Мен үшін үлкен бір сондай қорқыныш пайда болып бойымда барғаннан кейін. Өйткені құмды ауыл, мектеп кішкентай, маңдала, оған ол уақытта барып көрмеген жерім, және үлкен машина ғана жүреді, Захар дейді ғой, үлкен 8 дөңгелекті машина ғана жүреді екен. Сондай жерге тап келдім, мен сол еңбек жолында бастадым. Алғашқы күнім әлі есімде, әрине, алғашқы күні таңертең мектепке барып, сол күні түнде енді ойланып жаттым. Ауылға келгенде біріншіде әрине қорықтым. Көргеннен кейін қорқып кеткенім рас. Содан кейін қалай болады, не болады деген сияқты. Содан түнге дейін ұйықтай алмай, енді адам баласы қорқыныш пайда болады ғой серғаным. Сондықтан түнде бір керім дауыс шықты. Ұлыған дауыс, сосын үйдің иесінен сұрасам, бұл қасқырлар дейді. Одан сайын қорыққаным есімде. Сөйтсем ол құмды ауылда сондай жаңағыдай жабайы жануарлардың да бір болатын жер екен. Мен былай деп ойладым. Мен таңертең мамам мен папама хабарласам, кері кетем, бұнда жұмыс жасай алмаймын деп ойладым, шыны керек. Содан ертеңіне енді мектепке барсам, мектепте енді ауылдық жерде сол мектептен басқа ешқандай мәдени орындар көп болмайды ғой, енді шағын комплектті өзі не бар 15 үй. Барсам мектепте ауылдың енді шағын әкімі, ауылдың ақсақалдары бәрі мектептің алдында жиналып. Бірақ атайдың айтқаны есімде, айналайын құтты орның болсын деп сол мектепке мені кіргізді. Кірсем енді көздерім мөлдіреген ауылдың қап-қара балалары, ауылдың бір 4 баласы ғана отыр. Бір оқушымыз осы дейді. Бар оқушымыз сол 4 бала болып шықты. Бірінші класста 4 оқушы, бірінші класста 1 оқушы, екінші класста 2 оқушы, үшінші класстан біреу, барлығы бір неде, шағын комплектінен өздеріңіз білесіздер енді. Сөйтіп менің еңбек жолым сол күні басталды. Енді әрине қиындық болды, алғашқы қиындық, өйткені ол кезде қазіргідей дамыған заман емес қой. Ол уақытта телефон деген жоқ, интернет деген жоқ, сондықтан ешқандай әдістемелік көмек жоқ. Өзім директор, өзім мұғалім болып бастадым. Енді әрине Орал қаласына келіп, мына педагогикалық колледждегі мұғалімдерімізбенен ақылдасып, көптеген жаңа әдістемелік көмекті мен сол кезде осы педагогикалық колледжбен ақылдасып отырдым. Сөйтіп еңбек жолым басталды. Сөйтіп сол мектепте 4 жылдай жұмысын жасадым. Одан қайтадан жаңағыдай тағы мал комплектіне ауылға бардым.
Ал комплектный ауылда, яғни шағын комплектілі мектеп дейміз ғой. Шағын комплектілі мектепте ол уақытта балаларды жаңағыдай бірінші класстың бір оқушысын, екінші класстың бір оқушысын календарный планымызды, күнтізбе жоспарымызды соған келтіріп жұмыс жасайтынбыз. Қазір енді сондай мектептер жоқ емес, бар. Сөйтіп мен тәжірибе жинай бастадым. Бірақ енді шыны керек, енді тәжірибе жинайтын, енді айналаңда тәжірибе бөлісетін, немесе үйренетін, мен жас маманмын ғой, енді жаңадан барған жас маман. Көптеген қиындықтар болды әрине. Көптеген қызықтар да болды. Сөйтіп 8 жылдай мен сол ауылдық жерде жұмыс жасадым. Сөзіңіздің барысында 8 жыл шағын комплект мектепте білім бердім деп айтып қалдыңыз. Жалпы шалғай мектептерде ауылдың жаңағыдай интернет жоқ, дамымаған кездегі шағын комплект мектептерде жұмыс істеп 8 жыл бойы тәжірибе алмасып келіп, өзіңіз директор, өзіңіз мұғалім болып келіп, қала мектебіне ауысыпсыз. Сол кезде не түрткі болды қала мектебіне келуге? Және де сол тәжірибеңіз жоқ, жас маман ретінде 8 жыл бір жерде жұмыс істесеңіз де, енді сіздің тренинг өткізетін бір сол сабақтарыңызда әдіскерлік бір өткізетін жиналыстар еш нәрсе өткен жоқ екенін айдан анық. Сол қалаға келгенде бірден сол жағынан қандай бір қиындықтар болды ма? Нендей күйде болдыңыз? Әрине, енді сол ауылдық мектепте жаңа айтып өттім, шағын комплектілі мектепте, енді жаңа айтып өткендей тәжірибе алмасатындай орта жоқ, ол белгілі. Енді қазіргі уақытпен салыстырсақ, әрине ол екеуі екі түрлі, қазір айырмашылық өте көп. Қазір сондай ақпарат көздерінің дамыған, интернет желісі арқылы да адам баласы мұғалім, жалпы ұстаз, өзін дамытам деген ұстазға қазір мүмкіндіктер мол. Енді ол кезде әрине ондай мүмкіндіктер өте аз болды. Дей тұрғанмен де біздер ол енді мұғалімнің өзінің шығармашылық қабілетіне де байланысты. Дей тұрғанмен де орта керек әрине. Міне осындай мақсатта мен 1996 жылы осы қалаға номер 37 қазақ орта мектебіне қалаға бастауыш сынып мұғалімі болып қабылдандым. 96 жылы. Енді ол да бір қиын жылдар еді ол кездегі, енді сол уақыттағы әлеуметтік деңгейдегі адам жалпы сондай бір қиын кездер болатын. Енді мен қалаға келгендегі мақсатым жалпы енді шағын комплектілі мектепте тәжірибе жинақтап, сол 8 жыл болса да жинаған тәжірибеменен қалаға келгендегі мақсатым сол мен өзімнің тәжірибемді одан әрі дамыту. Тәжірибе жинақтау, бір орында тоқтап қалмай, бұл енді ұстаздық жол деген бұл өте қиын да қызықты жолы, үйренем деген адамға көп нәрсені үйрене беруге болады. Сондықтан да сондай мақсатта мен 1996 жылы осы 37 қазақ мектебіне келдім. Қазақ мектебін ол уақыттарда қалада қазақ мектебі деген өте аз болатын. Барлық мектептерді аралай жүріп осы 37 мектепке қабылданып, әлі есімде Нұрлан Ахметқызы деген директор болатын. Сол кісі маған 3-ші сыныпты берді. Және 3-ші сыныпты бергенде де айтып берді. Осындай сынып, бұл жаңағы балалар үйінен жинақталған класс екен. Және қиындау, балалар тентектеу деген сияқты ескертулер. Тәртіп жағынан нашарлау деп ескертті. Бірақ енді өзім бір сондай құлшыныспен келгесін, жұмыс жасайын деп келгесін, класспен танысуға бардым. Әлі шейін есімде. Енді сол классқа кіргендегім, енді ол балдарымыз қазір керемет азамат болып, біреуі бастық, біреуі жаңағыдай мамандар, әртүрлі маман саласында қазір керемет жұмыстар жасап отырған азамат пен азаматшалар болды. Сол алғашқы сол классқа барған күнім әлі шейін есімде. Өте бір сондай қызықты болатын. Классқа кіргенде, класста кірсем, ой, шу, енді мен өзі былай 4 балаға саяқ беріп көрген, 4 балаға саяқ беруменен 29 балаға саяқ беру деген ол енді үлкен айырмашылық бар. Кіріп келгеннен енді өзім әрине қорқтым. Өйткені балалар сондай класста шулап жатыр екен. Ешқандай жаңа тәртіп байқалмады маған. Әлде өзімнің қабылдауымда солай болған шығар, өйткені мен енді аз баламен жұмыс жасап келген мұғалім үшін мен үшін өте қиын болды шыны керек. Содан енді байқағаным, классқа кірсем, класста балалардың жаңағыдай сондай бір зейіндерінің тұрақсыздығын байқадым, орыс тілді екендерін байқадым балалардың. Класспен қалай жұмыс жасасам болады екен деген сол күні сабағым менің енді шыны керек дұрыс сабақ болмады. Содан жатпай тұрмай ойланып, түнімен ойлап, күнімен ойлап, бұл балаларды қалай жүйеге байқағаным зейін тұрақсыздығы. Мына ең бірінші сабақтың құндылығы, менің осы іс тәжірибемнен айтатын болсам, ең бірінші сабағыңыз құнды болады, егер баланы пәнге қызықтыра білсе, және зейіні болса. Баланың зейіні тұрақты болу, ол мұғалімге байланысты. Егер баланың зейіні болмаса, онда білім білік дағдысының қалыптасуы мүмкін емес.
міне қазіргі ұстаздарға да мына жас мамандарға да үнемі осыны айтып келе жатырмыз. Сондықтан енді мен байқағаным, балалардың қызығушылығы бар екенін байқадым сабаққа. Сондықтан мен сабағымды әртүрлі тәсілмен, әртүрлі өзінің бар білетінімді үйретуге тырыстым. Байқаймын, бірнеше күндерден кейін балалардың жайлап маған үйрене бастағанын байқадым. Балалардың жаңа қызығушылығының жоғары екенін байқадым. Түрлі сыныптан шараларға ұйымдастыра бастадық. Кішкене енді қалыс қалып қалған класс екен, өйткені ол классқа бірнеше мұғалім сабақ бергендіктен енді әртүрлі бағытта балалар сондай шашыран болып қалған екен. Осы бағытта жұмыстанып, күндердің күнінде көптеген жұмыстар атқардық. Осы тек бір айға жете-жетпестен директорымыз шақырып алып, осылай қалалық семинар болайын деп жатыр. Директорлердің арасында сіз ашық сабақ бересіз. Енді ол мен үшін өте қорқынышты болды. Өйткені мен айтып отырмын, жаңа шағын комплектті мектепте мен енді ашық сабақ берген жоқпыз біздер ол уақытта. Дегенмен де енді басшылар келіп сабағымызға қатысады ғой. Бірақ енді мынандай көп баламенен ашық сабақ беру мен үшін үлкен дайындыққа жетеді. Содан балдарымызбен дайындалып, ашық сабағымызды өткізіп, семинарымызға әлі күнге шейін есімде 20 шақты директор қатысты. Сол ізденудің арқасында жаңағы жан-жақтағы сол уақыттағы енді мұғалімдерге сондай керемет болатын, қарсы алған осында сол ұжымда жасайтын мұғалімдер үйренуге болатын, үйретер көп ұстаздар көп екен. Мен осында келіп одан сайын көзім ашылғандай болды. Сөйтіп менің ашық сабағым деген өте сәтті шықты. Содан бастап сол балалармен жұмыс жасай бастадық. Көптеген жарыстардан, олимпиадалардан балаларымыз жайлап орын ала бастады. Сөйтіп мен өзімді көрсете бастадым, сөйтіп дамай бастадым. Ол уақытта енді әдіс тәсілдерді жетілдіретіндей, қазіргідей нұсқаулықтар ондай көп болмайтын. Жоқтың қасы, дегенмен де бар, үйренемеген кісіге бар ғой. Дей тұрғанмен қазіргідей мүмкіндік ондай көп болмайтын. Сондықтан да мен шағын комплектілі мектепте жұмыс жасағандықтан, жаңа сондай сергіту сәттері болсын, немесе бір сондай шағын ойындар түрлерін бәрін ойдан шығаруға тура келетін. Бұл енді адамның өзінің бір шығармашылық қабілетіне, логикасына да байланысты дүние деп ойлаймын мен. Сондықтан да қазіргі сабақтардағы оқу мақсатына сай кез келген тапсырманы, кез келген бастауыштың баласы болғандықтан біздің алдымызда отырған кішкентай балалар ғой. Сол балдарменен олардың ең бірінші зейінін бақылауда ұстау. Зейінін аудару үшін пәнге қызықтыру. Пәнге қызықтыру үшін сіздің қолданатын әдіс тәсілдеріңіз өте қызықты болу керек. Сонда ғана бала пәнге қызығып, зейіні тұрақталып, білім білік дағдысы осылай жақсы қалыптасады деп ойлаймын. Гүлбан Жеңісқызы, енді сіз осы мектеп ашылғалы бері 20 жыл бойы директордың бастауыш сынып бойынша орынбасар қызмет атқарып келесіз. Және де одан бөлек осы сіз басқарғалы бері мектеп қалалық мектептер арасында бастауыш сыныптар бойынша бірінші дәрежелі деңгейде, яғни рейтинг бойынша бірінші дәреже алып келе жатыр. Осының жалпы қандай құпиясы бар? Әрине, ол керемет сұрақ. Енді оның ешқандай да құпиясы жоқ деуге болады. Енді осына 20 жыл бойына мен осы директор орынбасары ретінде қызмет атқарып келе жатырмын. Және қосымша осы менің бастауыш сынып мұғалімі, әрі директор орынбасары ретінде қарауымызда енді қазіргі таңда 30 сынып бар. Бұның енді басты құпиясы демей-ақ та, бұған енді ең бірінші басшының бұл ең бірінші сауатты басқару деп ойлаймын. Егер басшы артындағы ұжымды сауатты басқарып, жүйелі, нәтижеге бағытталған жұмыспен жоспарлы түрде жұмыс жасайтын болса, және талапты орнымен қоя білсе, көптеген нәтижеге жетуге болады. Әрине, ол жаңа айтып отырғаның рас, қала бойынша, қала мектептерінің арасында бізде бірнеше жылдардан бері қарата рейтинг бойынша бірінші орында. Бұған оқушылардың жетістігі, мұғалімдердің жетістіктері, көптеген мұғалімдердің іс тәжірибесін таратуда да осылай жан-жақты саралана келе біздер үнемі бірінші орында келе жатырмыз. Оған енді бірден-бір жаңағы айтып отырғандағыдай басшының да бір жақсы басқара білуінде деп ойлаймын. Әрине. Егер басшы жаңағыдай нақты жоспармен жұмыс жасайтын болса, және ұжым соған ілесетіндей, ұжымды соған сол деңгейге жеткізетіндей басшы болса, ұжым жақсы жұмыс жасайды. Ең бірінші мен басты ұстанымым бұл талап. Талап қоя білу және жауапкершіліктің бар болуы. Егер мұғалімнің бойында сол жауапкершілікті қалыптастыра білсек, талапты қоя білсек, біздің жұмысымыз әрқашанда нәтижелі болады. Мен міне осы 20 жылда осыған тәжірибемде осы 20 жыл ішінде осыған анық көзім жетті.
және осы қала бойынша да мен 15 жыл бойына Озат тәжірибелі мектебінің жетекшісі болдым. Онда да көптеген біздер жұмыстар атқардық, көптеген өзіміздің іс тәжірибемізді бөлісіп отырдық, өзіміздің әдіс тәсілдерімізді. Ең бірінші сол жаңағы осындай жетістікке әлі де жетеміз деп ойлаймын. Қазіргі таңда біздің көптеген жетістіктеріміз бар. Оқушының арасында болсын, мұғалімдер арасында болсын, немесе ата-аналардың арасында болса да біздер көптеген жұмыстар жүргізіп келеміз. Осындай нәтиженің арқасында қазір осы күнге осындай күнге дейін жетіп отырмыз. Сондықтан да ең бірінші ол мұғалімнің мына әдіс сабақ берудегі шеберлігін дамыту ең бірінші. Оның мұғалімнің жаңа айтып отырмын, бірінші жауапкершілігінің болуы, басшының талап қоя білуі, басшының өзінің сауаттылығы, басшының жаңа басқарудағы бір керемет шеберліктері, осының барлығын енді ол тәжірибе бірден келе алмайды. Ол енді 20 жыл бойына жинап келе жатқан тәжірибе. Тәжірибе ол жылдар бойына қалыптасады. Сондықтан осы бағытта жұмыстана берсек, біздің алмайтын қамалымыз жоқ деп ойлаймын. Барлық білім осы бастауыштан басталады, бастауыштан қаланады. Сондықтан барлығы да бастауыштан басталу керек. Соны барлық мұғалімдер түсініп, осындай бағытта жұмыстанса, біздің нұр үстіне нұр бола береді. Гүлжан Жеңісқызы, енді бүгінгі бағдарламамыз соңына таяп келді. Бүгін бізбен келіп өз уақытыңызды бөліп сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Сізге алдағы уақытта шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Ұстаз ретінде одан әрмен қарай дами беріңіз, өсе беріңіз. Біз сіздердің жас маман ретінде арттарыңыздан қадамдарыңыз басып жүре берейік деген тілек білдіреміз. Енді алдағы уақытта төл мерекеміз келе жатыр, ұстаздар күні келе жатыр, және биыл бізге толып отырған мектебімізде 20 жыл толып отыр. Соған байланысты өзіңіздің әріптестеріңізге айтар ыстық лебізіңіз болса, мархабат. Рахмет. Енді алдымызда келе жатырған ұстаздар мерекесімен барша ұстаздар қауымын құттықтаймын. Яғни мектебіміздің 20 жылдығы болғалы жатыр. Осы 20 жыл болып жатыр. Мектебіміз әрқашанда тек биіктен көріне берсін. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын ұстаздарымыз мол болсын. Әрине үйренетін жастарымыз көп қазіргі таңда, мүмкіндіктер де өте көп. Сондықтан да барлығына да денсаулық, басымыздың амандығы және шығармашылық табыс тілеймін. Сізге де көп рахмет. Рахмет. Бізде студиямызда болған басшылардың басшысы, керемет ұстаз, тәлімгер Гүлжан Жеңісқызы. Ұлықтаймыз да, келесі кездескенше аман сау болайық.